Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстандағы пайдалы қазбаларды өңдеудің ірі орталықтары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстандағы пайдалы қазбалардың ірі орталықтарын атау және оны көрсету. Пайдалы қазбалар дегеніміз қазіргі техниканың даму деңгейінде, табиғи түрінде немесе өңделгеннен кейін шаруашылықта пайдалануға болатын минералдар мен тау жыныстарын айтады. Әдетте таулы аймақтарда және шөгінді қабығынан айырылған платформаларда рудалы қазбалар кені көптеп кездеседі. Пайдалы қазбалар үшке бөліп қарастырамыз. Бірінші жанатын, екінші рудалы, үшінші рудасыз. Жанатын пайдалы қазбаларға біз мұнай, газ, көмір және пайдалы қазбаларды үшке бөлеміз. Бірінші жанатын, екінші рудалы, үшінші рудасыз. Жанатын пайдалы қазбалар органикалық шөгінді тау жыныстары болып табылады. Рудалы кенді, яғни магмалық тау жыныстарынан құралады. Үшінші рудасыз, кенсіз деп те аталынады, химиялық тау жыныстарынан құралады. Жанатын пайдалы қазбаларға мұнай мен газ, көмір және уран жатқызамыз. Рудалы пайдалы қазбаларға темір, марганец, хром, никель, алюминий, мыс, полиметалдар, алтын, сирек кездесетін металдарды жатқызамыз. Рудасыз пайдалы қазбаларға асбест, фосфорит, тұз, құрылыс материалдары жатады. Тақырыбымызға байланысты пайдалы қазбалар туралы кең көлемде білу мақсатында бейне таспаға назар аударамыз. Қазақстан әлемдегі 200-ден аса елдің ішінде табиғи пайдалы қазбалар қоры бойынша мынадай орындарды алады. Қазақстан вольфрам қорғасын барий қоры бойынша әлемде бірінші орын алады. Хром, күміс, мырыш бойынша екінші орын алады. Марганец, молибден бойынша үшінші орында. Мыс қоры бойынша төртінші орын алады. Уран бойынша бесінші орын. Алтын қоры бойынша алтыншы орын. Темір кені бойынша жетінші орын. Қалайы, никель, көмір бойынша 8-ші орын. Табиғи газ қоры бойынша 9-ші орын. Ал мұнай қоры бойынша 13-ші орынды алады. Қызық, елімізде осынша табиғи пайдалы қазбалардың үлкен қоры бар. Бұның барлығы халыққа тиесілі ғой шын мәнінде. Сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті көрермен? Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін. Еліміздің пайдалы қазбаларды өндіруден әлемдегі алатын орындарына тоқталып өтейік балалар. Отын энергетикалық шикізаттарына уран, көмір, мұнай жатқызамыз. Олардың әлемдегі алатын орны бойынша уран 2-ші орын, көмір 6-ші орын, мұнай 7-ші орынды алады. Қазақстан қатты пайдалы қазбалар қоры бойынша жоғарғы орындарға ие. Пайдалы қазбалардың ірі орталықтары ретінде Батыс Қазақстанды атаймыз. Бұл жерде мұнай көп өндіріледі. Екіншіден, Қазақстанның орталық бөлігінде көмір жақсы өндіріледі. Қарағанды және Екібастұз. Келесі бізде оңтүстік Қазақстан бойынша полиметалдар көптеп кездеседі. Бұл себептен Қазақстандағы бұл орталықтар пайдалы қазбалардың ірі орталықтары болып есептелінеді. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа байланысты тапсырманы орындаймыз. Алдымен барлығымыз кескін картамызды аламыз. Осы кескін картаны пайдалана отырып, дескриптор бойынша тапсырманы орындап өтеміз.
Бірінші тапсырма Қазақстан картасында көрсетілген ірі орталықтарды анықтауымыз қажет. Екінші, берілген кескін картаға кем дегенде 3 ірі орталықтарды анықтап кескін картаға түсіруіміз керек. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес тапсырманы орындаймыз. Алдымен барлығымыз кескін картаны қолымызға аламыз. Осы кескін картаға дескриптор бойынша жұмыс жасаймыз. Оған Қазақстанның пайдалы қазбаларының 3 ірі орталықтарын белгілеуіміз керек. Оқушылар, кескін картаға ірі пайдалы қазбалардың орталықтарын көрсетсек, оқушылар тапсырманы орындап болса, ірі орталықтарды тағы да мен атап өтейін. Оларға табиғи газ. Табиғи газ бұл біздің Қазақстанда, Батыс Қазақстан облысы, оның ішінде Жетібай, өзен жерлерінде кездеседі. Полиметалл бұл оңтүстік Қазақстанда Байжансай, Ақбоқай. Пайдалы қазбалардың келесі түрі бұл алтын. Алтын бізде Ақбақай, Шар және Степняк қалаларында кездеседі. Бұл біздің Қазақстандағы ірі орталықтар болып табылады. Оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз Қазақстандағы пайдалы қазбалардың ірі орталықтарымен таныстық. Және осы орталықтарды кескін картада көрсеттік. Жалпы оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты Қазақстандағы пайдалы қазбалардың ірі орталықтарын атау және оларды көрсету. Біз сабақ барысында Қазақстандағы пайдалы қазбалардың ірі орталықтарын көрсеттік және оларды атап шықтық. Бүгінгі сабақ бойынша көптеген мәліметтерді алдық деп ойлаймын. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош, сау болыңыздар.